Сәлем достар, мен YouTube арнама қош келіпсіздер. Жалпы өздеріңіз байқағанда шығарсыздар, кешегі жалпы YouTubeға қайта оралғаным туралы видеом салынғаннан кейін бірнеше сағаттан кейін сол бір UEFA тарапынан, UEFA-ның ресми каналы тарапынан осы YouTube'тағы құлтан бұғатталып қалған болатын, және көп көрген адамдар жалпы түсінбей жатты кейіннен. Жалпы мен ол видеоны қазір өңдеп басынан жаңағы авторлық құқықты енгізбей қайтадан салдым, және оны видеоның осында қарасаңыздар болады, жоғары жағына қалдырып кетем видеоның. Жалпы бүгінгі тақырыпқа көшсек, бүгінгі тақырып бүгінгі туған күнін тойлап отырған футболшы десек болатын шығар. 46 жасқа толып отыр. Әлем футбол тарихындағы ең атақты ойыншы, ең стильді ойыншы, ең алғаш жаңағы шаш үлгілерін сәнге айналдырған ойыншы десек болатын шығар. Жалпы Дэвид Бекхэм жайында бүгін атынан өздеріңіз байқап отқан шығарсыздар. Жалпы Дэвид Бекхэм деген кезде мен үшін ең бірінші бала кезім есіме түседі, себебі Дэвид Бекхэм жеке өзімнің футболға деген құлшынысымды, футболға деген махаббатымды оятқан ойыншы десем болатын шығар. Сол 2003-2004 жылдарда ол уақытта Мадридтік Реалда ойнайтын. Мен өкінішке орай Бекхэмнің сол Манчестер Юнайтедтегі ойынын көрген емеспін. Жалпы ол кезде бала болдық, ал кейіннен Мадридтік Реалға өткен кезде Бекхэмді ең алғашқы рет Бекхэм менің ең бірінші таныған ойыншым, себебі Бекхэмнің сондай бір дәптерлері болатын. Ол уақытта жалпы Мадридтік Реалдың бүкіл жұлдыздарымен сондай дәптер болатын да, Роналдо, Зидан, Фигу. Бірақ менің де ең бірінші қолыма түскен Бекхэм болатын, және Бекхэм, Мадридтік Реал ол уақытта әрине жұлдызды команда, және Бекхэм сияқты ойна деген сол уақытта кинолар шыққан болатын. Кира Найтли ойнайды, атақты жаңағы Голливудта өзінің орны бар, жалпы жақсы кино, комедиялық футбол жайында. Және ол сөзсіз жаңағы Пепсидің рекламалары шығар, сол уақытта жарнамалары дейік. Ең алғашқы сол телеарналарда жаңағы көрсетілген Бекхэм, Давидс, Рауль, Буфон сынды ойыншылармен сол әлем чемпионатының қарсаңында қателеспесем көрсетілген. Ол уақытта енді онша түсіне бермеймін. Жалпы сол уақытта Бекхэмнің түрі, кейіннен де Бекхэмнің түрін қатты жаттап алғам, жаңағы дәптерде болғаннан кейін. Сол үшін Бекхэм мен үшін жалпы әлемдегі осы футбол қарауыма үлкен ат салысқан ойыншы, және менің ең алғашқы футболдық кумирім десем болатын шығар Бекхэм, себебі Бекхэмге қарап, Бекхэмнің ойынын көріп өстік. Алайда Дэвид Бекхэм негізінде өкінішке орай бір тұрғыда Бекхэм жайында айтуға келмейді. Жаңағы көп адамдар Бекхэмді жолы болмаған ойыншы деп санайды, ал кейбіреулері өте жолы болғыш, өте жұлдызды командаларда ойнаған дейді. Жалпы қалай айтылса да негізі Бекхэм бір деңгейде бүкіл мансабы тарапында сәттілігі мен сәтсіздігі қатар жүрген ойыншы десем болатын шығар. Жалпы Бекхэм 1975 жылы 2 мамыр күні Лондонда туылған, Манчестерде емес, Лондонда туылған Бекхэм, және бала кезінде Тоттенхэм Хотспур футбол клубының жанкүйері болған. Ал кейіннен Манчестер Юнайтедтің академиясына ауысып, сол аты аңызға айналған қазіргі Райан Гиггс, Пол Сколс, ағайынды Нейл, Ники Бат сияқты жұлдыздары бар класс 92 деп аталатын команданың түлегі, класс 92 деп аталады. Және осы тұрғыда айта кететін бір жайт, Бекхэм сол класс 92 деп аталатын ұжымның жалға барып келген жалғыз ойыншысы, бірден негізгі құрамға түспеген. Оның орнында Андрей Кончелескис немесе Карел Поборский сияқты ойыншылар болды да, Бекхэм Престон Норт Энд деген командада сол уақытта бір маусым өнер көрсеткен. Жалпы Манчестер Юнайтедтегі Бекхэмнің мансабы жайында ауыз толтырып айтатындай әрине көп шығар. Өзім бірақ көрмегенмен білетінім, сол Бекхэм Манчестер Юнайтедтің құрамында, Англияның ішкі біріншілігінде де, Европада да өте сондай бір мықты ойыншы саналған. Европа чемпиондар лигасын, сол аты аңызға айналған 99 жылғы чемпиондар лигасының жеңісінде Бекхэмнің үлесі зор десем болатын шығар. Жалпы жартылай финалда да 2 бірдей голдық пас берген. Сол 90 минуттан кейінгі 2 голға Оле Гуннар Сульшер мен Тедди Шерингемнің жаңағы гол салуына 2 бірдей сол бұрыштаманы көтеріп берген сол Бекхэм. Жалпы Бекхэм өте сондай бір атақты ойыншы, және Бекхэм футболдан бөлек өте керемет жаңағы қаржылық сауаты жоғары десек болатын шығар. Бекхэм өзі
кәсіпкер, өзінің киімдері бар, ең алғашқы өзінің жеке брендін жекешелендірген ойыншы, және 2003 жылы Adidas бүкіл өмірі дейді ғой, насовсем дейді, орысша насовсем дейді, сондай контракт жазған, келісім шартқа тұрған. Бекхэм ең бірінші ойыншы болған Adidaспен. Және Бекхэмнің өзінің жеке брендті киім үлгілері бар, өзінің жеке. Одан бөлек Бекхэмнің әрине отбасы туралы білетін шығарсыздар. Атақты Spice Girls деп аталатын, сол 90-шы жылдардағы жұлдыз болған топтың әншісі Виктория Адамс Бекхэммен сол 90-шы жылдардың соңында жалпы көңіл қосып үйленген болатын. Қазір 4-5 бірдей бала тәрбиелеп отыр, 4 ұл және 1 қыз. Және Бекхэм өкінішке көп Бекхэмді білетін, Бекхэмнің командаластары Бекхэм жайында айтқан кезде дәл осы Виктория Бекхэммен көңіл қосқаннан кейін Бекхэмнің жалпы футбол туралы ойы өзгерді деген пікірді көп айтады. Алайда Бекхэм ешқашанда сондай бір мен көрген Бекхэм ешқашан немқұрайлы талпыныссыз ойнаған ойын көрген емеспін. Бекхэм әрқашанда жоғары деңгейдегі матч өткізген. Ол Мадридтік Реалда болсын, ол Миланда, ол тіпті карьера мансабының соңындағы PSG-ның өзінде де Бекхэм сондай бір әр ойынды соңғы матчындай, соңғы финалдағыдай ойнайтын, және өзінің мансабында Бекхэм жалпы өте биік шыңдарға жетті десек болатын шығар. Өкінішке орай әрине Мадридтік Реалдың сол бір жұлдызды құрамына Фигу, Роналдо, Зидан, Шишиньо, Робиньо, Баптиста, Касильяс сияқты жұлдыздармен жалпы бір қатарда өнер көрсетті. Алайда өкінішке орай 4 жыл сол өнер көрсеткен уақытында Бекхэм Испанияда тек Испания суперкубогын жеңді, және Испания чемпионатын соңғы маусымда ғана жеңді. Өзінің дебюттық матчында сол Испания суперкубогының финалында ол гол соқты. Одан кейін чемпионатта Ла Лиганың дебюттық матчында да гол соқты. Алайда сондай бір Бекхэмнің мансабында сондай бір бәрібір толыққанды айтылмаған сияқты, толыққанды өнер көрсетпеген сияқты әрине бүкіл жанкүйерлердің жадында солай сақталып қалады. Ал негізінде Бекхэм нашар мансап өткізді деп айта алмаймын. Ол әрине Миланда ойнады, Миланда да ол нашар ойыншылармен ойнады деп айтуға келмейді. Рональдиньо, Пирло, Кака сынды, Филиппо Инзаги, Мальдини сынды ойыншылармен бір қатарда ойнады. Алайда Миланда да өте сәтсіз екі жалға келді ғой, қыста 2 ретте өте сәтсіз уақытта келіп қалды Миланға да. Әрине PSG-ға да сол ішкі біріншілікте мастодонт болғанмен, ішкі біріншілікте фаворит болғанмен, Европада қатты сондай бір фаворит болып саналмаған кезінде келіп қалды PSG-ға да. Алайда Бекхэм өзінің футбол тарихында өте сондай бір керемет із қалдырды деп айтсақ болатын шығар. Футболдан бөлек Бекхэм өзім айтқандай светский жизнь дейді ғой, орысша шоу-бизнеске өте жақын, көптеген шоу-бизнестің өкілдерімен жақсы таныс, қазірдің өзі өте қатты араласып тұрады. Одан бөлек Бекхэмнің жалпы қаржылық сауаттылығының өте сондай бір жалпы қатты көрінетін жері 2007 жылы Бекхэм жалпы бүкіл футбол әлемін таңғалдырды десек болатын шығар. Сол кезде Реал Мадридпен келісім шарт аяқталғаннан кейін Бекхэм Европаның ешқандай командасына өтпей, бірден мұхиттың ар жағына Лос-Анджелес Галаксиге өтті. Және дәл сол Лос-Анджелес Галаксиге өткен уақытында, ол уақытта жалпы мұхиттың ар жағында футбол барлығын бірі білсе, бірі білмейтін еді десек болатын шығар. Мен өзім жеке білмейтінмін ол кезде. Бекхэм өткеннен кейін ғана футболдың бар екенін түсіндік. Және сол уақытта Бекхэм өзін сондай бір өте сауатты мәселеде өзін өте керемет көрсеткен деп ойлаймын. Ол сол уақытта өзінің абонемент сатып алған, өзінің келісім шартты сатып алған, өзінің жеке командасын құруға, және жеке командасы араға 15-12 жылдай уақыт салып, өткен жылдан бастап MLS-те, Майор Лига Соккер дейді оларда, MLS-те Бекхэмнің Интер Майами деген командасы өнер көрсетеді. Және Бекхэм осы командасының бас бапкері қазіргі таңда Манчестер Юнайтедтің сол бір 92 классын тағы бір түлегі Фил Невилл. Әрине Бекхэм жайында айтқан кезде ең алдымен клубтық мансабы жайында жақсы айтатын әңгіме көп әрине. Алайда ұлттық құрамада өкінішке орай Бекхэмнің жолы болмаған ойыншы деп айтсақ болатын шығар. Шынында өте сондай бір уақыттарда жанкүйерлері өте қатты жек көрген, және бір уақыттарда
ең жақсы көрген ойыншысы болған Бекхэм ең алғаш ең үлкен жаңағы әлемдік деңгейдегі турнирге 98 жылы сол әлем чемпионатына барған болатын, Францияда өткен. Және өкінішке орай сол турнирде ең атақты жаңа әлем чемпионаттары тарихындағы ең атақты эпизод сол Диего Симеоне мен ол уақыттағы ойыншы Диего Симеоне мен Бекхэмнің қақтығысы кезінде, енді кәрі қасқыр деп айтайды, сол кезде Диего Симеоне 30-ға таяп қалған кезінде Бекхэмге провокация жасап, өкінішке орай қызыл карточка алуына сондай бір үлес қосқан болатын. Және осыдан кейін Бекхэмді тіпті Манчестер Юнайтедтің ағылшындық жанкүйерлерінің өзі жек көріп кеткен, өте сондай бір қастандық ұйымдастырылған дейді Бекхэмге. Ал кейінгі эпизод Бекхэмнің мансабындағы, осы жаңағы ұлттық құрамалық мансабындағы, ол әрине 2001 жылғы Грециямен матч, және сол аты аңызға айналған, оны көрмеген футбол жанкүйері жоқ шығар. Сол голды 90 минутта Англияға тек қана жеңіс немесе тең ойын керек, ал Англия 2-1 есебімен жеңіліп жатыр 93 минут қателеспесем. Және сол бір стандарттық жағдайда тіпті Мессиде ондай қысым көрсетіліп тұрған уақытта гол соға алмайтын еді деп ойлаймын. Тіпті Месси қандай керемет ойыншы болғанымен, Олд Траффордта Грециямен ойында Бекхэм сондай бір сөз жоқ керемет гол соққан. Және ол уақытта жаңағы Бекхэмді жанкүйерлер қолында көтеріп жүріп десек болатын шығар. Және 2004 жылы өкінішке орай Бекхэмнің тағы бір өміріндегі ең үлкен сәтсіздігі ол сол 2004 жылғы Европа чемпионатында 2-1 пенальти соға алмай қалады. Біріншісі Франциямен ойында аса сондай бір драма болмаса да, жалпы топтық кезеңдегі ойын болған. Екіншісі Португалиямен жаңағы ширек финалдағы ойыннан кейінгі пенальтилер сериясында Бекхэм капитан бола тұра, өзінің командасының капитаны бола тұра, өзінің командасын кішкене жерге қаратып қойғаны бар. Өте сәтсіз орындалған пенальти. Және одан кейін де Бекхэмге деген жаңағы жанкүйерлердің қысымы көбейді. 2006 жылғы әлем чемпионатын Бекхэм ол уақытта жарақатынан жаңа айыққан болатын, және аса сондай бір керемет өткізді деп айта алмаймыз. Әрине Бекхэм бір әлемдік турнирде гол соқпай шықпаған ойыншы, және Англия құрамасының ішінде осыны айта өткен жөн. Англия құрамасының тарихындағы әлем чемпионаттарының барлығында қатысқан гол соққан ойыншы Бекхэм, және 2006 жылда гол соқты. Алайда өкінішке орай ол уақытта да Англия Португалиядан жеңіліп қалды. Бекхэмнің көмегінсіз Бекхэм ол уақытта жаңағы қосалқы құрамда отырды ойынның жартысын. Және ешқандай да оңтайлы ойын көрсетпеді десек болатын шығар 2006 жыл. Ал 2010 жылғы әлем чемпионатына өздеріңіз білетіндей жарақатына байланысты бара алмай қалды. 2012 жылғы Европа чемпионатына Бекхэмді не үшін алмағаны Фабио Капеллоның әлі күнге түсініксіз. Әрине сол Бекхэмнің Мадридтік Реалда болған кішкене жаңағы Фабио Капелломен конфликті сол уақытта Бекхэмге тиді десек болатын шығар. Қаншама жыл өткен кезде арадан Фабио Капелло Бекхэмді ұлттық құрамаға шақырмайтынын айтты, және сонымен Бекхэмнің жалпы мансабы ұлттық құрамадағы аяқталды десек болатын шығар. Жалпы Бекхэм футболдан бөлек өзін жалпы кинода да өте жақсы көрсеткен ойыншы десек болатын шығар. Жоғарыда айта кеткендей «Играй как Бекхэм» деген голливудтық фильм бар. Ол фильмде Бекхэм сондай бір кішкене ғана эпизодтық рөлге түседі, ал кейіннен өзі 2005 жылы бүкіл футбол жанкүйерлері жақсы білетін «Гол» кинодрамасында бірінші бөлімінде «Гол» кинодрамасының сол Сантьяго Муньесті клубта көріп қалып диалог құрады. Ал екінші бөлімінде атақты жеңіс голын соғады Мадридтік Реалдың құрамында. Кейіннен карьерасын мансабын аяқтағаннан кейін Бекхэм сол бір өзінің жақсы танысы ағылшындық режиссер Гай Ричидің «Агенты АНКЛ» деген фильмінде орыстық жаңағы ресейлік шпионның рөлін ойнайды. Ол да эпизодтық рөл, және ең үлкен рөлі қазіргі Бекхэмнің ол әрине Эскалибур жайындағы фильм, король Артурдың қаруы деп аталады қателеспесем. Сол фильмде Бекхэм жаңағы баскестердің рөлін ойнаған, және өзім көрдім жаңағы сол эпизодын, және Бекхэм өте керемет актер деп айтсам болатын шығар. Өте сондай бір харизмасы жағынан Бекхэмнің актерлік мансабы да өте футболдық мансабынан кем түспейді деп ойлаймын. Жалпы міне осындай, құрметті достар, бүгінгі Бекхэм жайында қысқаша мағлұмат. Өкінішке орай Бекхэм өзінің арманын орындай алмады. 2010 жыл Бекхэм 2014 жылғы әлем чемпионатының финалында гол соқсам, сонымен ұлттық құрамадағы да өзімнің мансабымды аяқтасам деген болатын. Өкінішке орай Бекхэмді
жоғарыда айта кеткендей ұлттық құрамаға шақыруды қойды және 2013 жылдың көктемінде Бекхэм Париж Сен-Жермен футбол клубының құрамында соңғы ойынын өткізіп, сондай бір бүкіл алаң болып, жаңағыдай орнынан тұрып Бекхэмді қолпаштап шығарып салды. Және әрқашанда күліп жүретін, әрқашанда көңілді Бекхэмнің сол кездегі көз жасы, ол әрине естен кетпес тұлға, ол бала кезіміздегі кумирлеріміздің солай көз алдымыздан кеткен шағы болды десек болатын шығар. Міне достар, бүгінгі кішкене ұзақтау болып кетсе де, бүгінгі видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Видео ұнап жатса әрине лайк басып, достарыңызды шақырыңыздар. Өздеріңіздің футбол ұнататын достарыңызбен міндетті түрде бөліссеңіздер болады. Жалпы қазір 200 жазылушыға кішкене таяп қалдық, сол 200 жазылушыға жетеміз деген ойдамын. Міне осындай сіздермен бірге болған мен, Батиньо KZ арнасы.